қайырлы күн, құрметті оқырмандар, әлеуметтік желі көрермендері. Эфирде Атырау қалалық орталықтандырылған кітапханалар жүйесі мемлекеттік мекемесіне қарасты Еркінқала ауылдық кітапханасы. Қадірменді көзі ашық, көңілі ояу, әдебиет сүйер қауым. Жалған дүниенің жарығында небәрі 50 жыл ғана өмір кешкен жазушы халқының жүрегінде мәңгі қалды. Оралхан Бөкей 1943 жылы Шығыс Қазақстан облысының Қотан-Қарағай ауылында дүниеге келген. Жазушының қаламынан туған көптеген прозалық шығармалар «Өз атыңды өшірме», «Қар қызы», «Құм мінезі», «Атау кере», «Қайдасың қасқа құлыным», «Сайтан көпір» сияқты көптеген туындылары бар. Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 30 жылдығы 2021 жыл Қазақстанда балалар мен жасөспірімдерді кітап оқу жылын қолдау аясында Оралхан Бөкейдің «Тортай мінер Ақбозат» атты әңгімесін назарларыңызға ұсынамын. Бас кейіпкер Тортай жетім бала, бірақ әлі өзі білімге құштар болды. Ертеден кешке дейін кітап оқиды, үлкен адам болғысы келеді. Әке-шешеден ерте айырылып, алыстан қосылар аталастарының қолында жүреді. Қой аузынан шөп алмас жуас, құлағының сәл мүкісі бар бала көп ойнамайтын жасқаншақ еді. Бәрімізден гөрі ерекшелігі таңертеңнен кешке дейін кітаптан бас алмай оқи беретін. Тортай әсіресе мені жақсы көреді. Жанынан бір ер қалдырмайтын. Әкем ферма меңгерушісі, үйде ішіп жем мол. Шешемнің қолынан бір жолынан екі алып, әр күн сайын Тортайға таситынмын. Ол мені тамақты алдап ішіп жүрген емес, маған керек емес деп шамданатын. Көңілі қош болмаса, ләм деп аузын ашпайтын. Әрі құлағы қақас еститін болған соң ба, әңгімеге де зауқы болмайтын. Тек менімен ғана оңаша сәттерде ағыл-тегіл әңгіме құрушы еді. Бала қиялындағы Ақбозат түсінде көк өгіздің арғымаққа айналып, жер тарпынып, кісініп тұрған кейпінде көреді. Тортай, сен түбінде Ақбозатқа несің дейтін Ораш. Қайдан білейін, әкем марқұмның тақымы тайға бір тимей кетіп еді деп мұңаятын. Күзде жайлаудағы балалар оқуға аттанғанда, тауда бұзау бағып жалғыз Тортай қалады. Тортай досына кетерінде өзінің оқыған ең сүйікті кітаптарын ұсынады. Мен ішінде оқы, бәлкім мен ала алмаған Ақбозатқа сен мінерсің. Сенің Ақбозатың бар емес пе? Жоқ, менің маңдайыма көк өгіз ғана тиген деп мұңаятын. Сонда мен Ақбозатымды сыйға тартамын, кітаптарын Оралханға беріп тұрып, Ораш, осы кітапты сен оқышы, үлкен адам болшы, жазушы болшы дейтін. Мен ауылдың қойын бақсам да, күнімді көремін ғой, саған үлкен үміт артамын деді. Тортайдың прототипі бар. Нұртай Жанболаев деген қойшы. Ораш автордың өзі Оралхан Бөкей. Уақыт ешқашан бір орында тұрмайды, жылдар өтеді. Тортай да басқа балалардай ер жетеді. Өзі үйленіп, 2-3 баланың әкесі болады. Кәсібі сол мал бағуменен айналысады. Баяғыда Тортаймен бірге өскен баланың жазғы демалысында үлкен азамат болып ауылына келуі баяндалады шығармада. Ораш ауылға келіп, оған Тортай сәлем беріп шығу үшін үйіне келеді. Анасынан келіп, Ораштың келгенін сұрағанда, балам ұйықтап жатыр деп анасы, жоқ, оятпаңыз, мен тек амандасу үшін ғана келгенмін деп әңгімесін аяқтайды. Тортайдың келгенін естіп, күбір-күбір әңгімені естіген Ораш тұруға ұялып, сәлем беруге ұялып, батылы жетпеді, ұялады. Тортай мінер Ақбозат менің тақымымда кеткенде еді, есіне қайтаруға кешеді. Әңгіменің жалпы түйіні осы. Шығарманың тақырыбы арқылы айтайын деген ойын жазушы нанымды да шынайы жеткізген. Себебі қазақ атты ер қанатына балайды, жүйрікті, сәйгүлікті өте жоғары бағалайды.
Демек, Ақбозат ұлт рухы, халық дәстүрі. Жетімдіктің тауқыметін тартқан Тортай өмір бойы армандап, қиялдап өтті десек, онда қате болар. Арманына, қиялына қол жетпесе де, өмірде туған жерін, елінің адамдарын сүйді. Ал жазушы Оралхан Бөкей өз кейіпкерлерін жасауда даналыққа сүйенген еді.